Моында bir жақшы байтал сатылды 110 мың сомға. Ертемен есі данчак деп жатқан 2 жаш. 110 мың сомға сатылды. Моында bir жануар сода алып жатады. Құнан бұл күшті. Ya қанша бердіңіз, қанша бердіңіз? 79 бұл? 70 құнан, а? Ава? 78 бердім. 78 беріп жатыр. Сулы болады, 79 берсем. Ава, құнан біле? Беріңем соданыз келіп тұрады, 79-ға алу үшін сұрап жатады, есі 80-ға ал дейді. Өкін талашқаны 1000 сом болып жатады. Поход күшті оқшайды. Өзі берем жинап, маған менсем қой берем дейді. Ой берің, ақсаға 1000 сомнан. Айттым, о мен саған. Берің әме. Өзің айттың, 1000 сом қой берсен, 70 сом. А 1000 сом қой, 78 сом. Базарда мол bir жаштықтай Россиядан келіп тұр. 120 мың сомға сода берішті. 150 мың болору дейді. 145 мың деді оқшайды болору басын. Базар бітіп отқанда мол беркел еркектай 1 жаштықтай екен. Бойы 1.45-дің айланасы 87 мыңға саттым дейді байкебіз. Таныш байкебіз болчу. Ошоны 87 мыңға сатып өзі жөнөп кетті. Ол ат көрінді тұрған құнан бұл бішті 97 мың сомға сатылды. Базары ортылап қалғанда, мұнда да бір жақшы өспірім кіріп қалды. Бұның азыр сіздерге малыматын жеткірейлі. Бер, бастыр! Бастыр ұшыл жерге түрер! Ол, тоқтап тұр, бер келсең. Бұты қолдарын көрсетіп қолы. Жашы қанша дедіңіз бұның? 2 жаш. 2 жаш. Құнан, а? Құнан. Тишini açıp koyunuz mu? Açıp görüşüp koyun. Tişi. Tişini abi sürelek avgusta 2 yaş bolup bundan. Taze 2 yaş ha? Oldu gördük. Taze 2 yaş. Mini üretip koyup dur. Boyu kança varıp kalat? 1.60. Boyu 1.60. 1.59 değil mi? 1.59. Bağısın kança dediniz? 190 bin. 190 bin. Срочный цена. Народу Орловский. Орловский Дениздағы, Атаздағы. Қырғызстанда туылған мı? Қырғызстанда туылған, атасының бойы 1.73 урей. Атасының бойы 1.73. Көріпсінде көріп қойыңыздар. Бағасын 190 мың сомға қойды. Құнан 2 жаш үйретіп қойды. Жаш балайым тұрады. Номерді айтып беріңіз. 0707 0707 01 01 12 12. 12 12 01 12 12 ha? 0707 мені көріңіздер. Жақшы мұнан шықмай іздегендер болса мына. Жашы 1 жаш англичан дейді. Байкебіз. Так, бағасын қанша дедіңіз? 100. Бағасы 100 мың сом. Мына. Байқап көріңіздер. Бойы қанша болып қалады? 1.40-қа. 1.40-қа? 1.40. Бағасы 100 мың сом. Номерді айтып беріңіз. 708 0708 79 79 58 58. Бағасы 100 мың сом сұрады мына. 1 жашар тай. Телефоным азыр анчамчада кээде ысып кетіп өтті ертеменен делеші. Бүгін қатты болып отабы. Ава қанша не одасыз? Айтып беріңіз, 2 торыны. Біріге шыққандары? Ауыз 70 мың сомнан дейді. Тайлар негізі 1 жаштықтар жақшы кен. Еркек тайлар. Номер бар мı bir YouTube'a girgizip koyun bir videodan daha satmayız mı? Жоқ. Номер жоқ па? Аваз номер жоқ екен, негізі 70 мыңнан дейді, 1 жаштықтар жақшы екен. Бойлары көз өлчемге 1.45 бар. Так, байлода тай іздегендер болса дағы, ол жерде байланған тай бар екен. Басын қанша дедіңіз? 75. Жақшы эле байладыңыз бы? 3 ай тұрғанында. Сояңға іздегендер болса, бағасы 75 мың базарда сұрап жатқан бағалар. Жаныңыздағы торыны қанша дедіңіз? 65. Бірге шыққандар бұлара? 1 жаштықтарына 65-75 балары. Так, Монадағы өспірім дейді. Жашын қанша дедіңіз? 3 жаш. 3 жаш, бішті.
Пародасы қандай болып қалады? Пародасын билбейт екен байкебіз. Так, бойы 1.55 бара? 1.50 айланат, 1.50 жоғары болса керек. Бағасын қанша дедіңіз? 95. Бағасы 95 мың. Так, номерді айтып беріңіз. 0559 0559 10 70 86. 10 70 86. Үйретілген мингича? Мингиче. Үйретілген мингич. Бағасы 95 мың сом. Жұмыс қатыз дегендер болса көресіздер. Тетігі баштан бұл жақ башқа чейін айланып өттім. Негізі анча-мынча байланып қалған жылқылар болса, ал иелерін табаларды дағы қадайын тап көрсеткенге әрекет қылам. Негізі бір дағы жылқыны қалтырбай тартқанға қызмат қылабыз бұйырса. Мына ал тайларды жана сұрап өткен, бірақ есі жоқ екенле. Азыр мо жігіт есі оқшайды. Қалуан қанша деп отырсың? Алейкум салам. Қандай аласың жақсы? Шүкір. 70'ten Балалар өкөнкі бірге 70'тен, бірге шықмалар бұл? Бірге шыққандар дешім. Бірге шыққан тайлар. Балалары 70 мың сомдан 2 тай тең, еркек тай. Орто бағдағы тай іздегендер болса мына. Балалары 70 мың сомдан. Artçaklarında görsötemiz. Арт жағында көрсетейін ма? Болды мына. Есі айтып болды. Арт жақтарындағы дейді. Негізі күн еле чағылып қалбаса мына. Атак тартыш, мен тартып көрсетіп берем. Бағалары 70'тен. Номері де айтып қой. 702 0702 123 123 800. 800. 70'ten sürüyor. Мына. Базарда сұрап шыққан бағалары. Так, мұнда сынақы бейіз дегендер болса, чум қара. Мына құлын еркек деді оқшайды. Құлын еркек екен да. Құлын еркек, үшіне құрсақты бей екен. Мына құлыны қаншаншы құлын? 6-шы құлын. Так, бей сağ mı? Sağ bir ötse болады екен. Бағасын қанша дедіңіз құлын бен? 150. Бағасы 150 мың сом. Құлын менен 150 мың сом. Так, номерді айтып беріңіз. 0990 0990 556 556 176. 176. Құлын еркек құлын 6-шы құлын деді. Қолын көріп қойыңыздар. Так, бейін алыстан көрсеткенде, мына полный экранын көріп жатасыздар. Бұл бейінің бойы көз өлшемге 1.50-ден біраз жоғарырақ. 1.55 менен 1.50-нің ортасы. Ориентировка үшін мен сіздерге айтып жатамын да, кейде телефон жақын болғанда чоң көрініп қалбасын деймін. Базарда болған жылқыларды болушынша әрекет қылдым, тартып бердім. Бұйырса ертең сіздер үшін қайсы базар іштеп қалса, алардағы тартып сіздерге көрсетіп берем. Комментарийға жазыңыздар. Ертең емнені көбірек көрсетіп берейін. Өспірім тайды көрсетейін бе, же бейлерді бе, же болса чоң айғыраттарды көрсетейін бе, емне керек болса жаза беріңіздер. Комментарий әр біріңіздердікін оқып тұрабыз. Анан кейде емеден чалып қалышады да. Мысалы бір жылқыны көріп қалсам, онда бір жылқыны көріп, же есін телефон жоқ, же мұндай қалса, маға чалсаңыздар, мен болушынша әрекет қылып тап берем. Кечейінде да базарда 1-2 адамдықын тартып меле номерін албай алған шой, маған 1-2 байкелер чалды, жаллаваттан оқшайды, чалып тап бердігінен 2-чөнің номерлерін тап бердім. Негізде мен жылқы тартқанда эми пашты барын билбесем да, қайта бір 30% адамдарды уже танып биліп қалдым да. Ошондуктан қайырлыңыздар, комментарийға да жазсаңыздар болады, қайсы жылқының номер керек болып қалса, мен әрекет қылып қаласаңыздар комментарийға да жазып берем. Ертең бұйырса базарға негіз жылқы көбөле түшүп қалса, тартып бар бірін көрсетіп берген әрекет қылам. Мына сіздерге болушынша қызматты қылып жатам. Сіздер видео класс басып, каналға қатталып, активный болып класс бастырыңыздар.